Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін голубки дәмдейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 дана жоға қажет болады. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай уақтап турап аламыз. Барлық зат менде дайын, тазаланып тұр, перец барлығы. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Уақтап кесіп алған жоғымызды табағымызға салып, үстіне аз ғана тұз салып, согын шығарып алатын боламыз. Дайын болған жоғымыздың үстіне 1-1,5 килограмм фарш саламыз. Тұзымызды, бұрышымызды және паприка қостым мен бұл жерде дәм берсін деп. Және де күріш салдым 125 граммдай. Және 2 жұмыртқа шағып салдым. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Дайын болған салмамызды болгар бұрыштарының ішіне салып шығатын боламыз. Менде болгар бұрыштары жуып тазаланып тұрған дайын алдын ала. Соларға салатын боламыз. Голубкимізді табада пісіріп алу үшін бізге тағы да жуа керек және де сәбіз керек болады. Мен оны үккіштен өткізіп, жуа екеуін қуырып алатын боламын. Дайын болған сәбізіміз бен жоғымызды табағымызға қуырып алатын боламыз. Қызарғанша мен үстіне тағы да 2 ас қасық томат пастасын салдым. Қазір видеода өзіңіз көресіздер. Менде томат пастасы замороженный қатырылған.
пісіріліп дайын болған сәбізіміз бен жоғалымыздың үстіне дайын голубцелерімізді салып шығатын боламыз. Енді артып қалған фаршымды дөңгелектеп салатын боламын. Және де үстіне су құямыз. Суды көп құймаймыз. Жартылай қойдым суды. Және де тұз салынып, ұмытпаңыздар. Тұз салуды. Және 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Осымен голубцеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.